Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде жаңалықтар қызметі, студияда Әсем Сартбаева. Жаңа мектепке жаңа жыл ұстаз атты жас педагогтардың 5-ші республикалық байқауының аудандық кезеңіне Ақшұқыр ауылы Ақшұқыр мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қаниев Марат Амандығұлы қатысуда. Естеріңізге сала кетейік, Марат Амандығұлы 2019 жылы Алматы қаласында өткен туған жер шығармашылық байқауында үздік эссе аталымы бойынша жүлделі 2-ші орынға ие болған еді. Жас маманмен тілшіміз сұхбаттасып қайтқан болатын. Келесі сюжетке назар аударайық. Өзіңіз туралы қысқаша ақпарат айта кетсеңіз, қай мектептің түлегісіз, қай жерде жоғары білім алдыңыз? 2015 жылы мектеп қабырғасынан түлеп шыққан сансыз бала шәкірттің бірі болсам да, мұғалімдік мамандықтың дипломын арқалап білім ордасына қайта оралдым. Әрісі Маршал Әбдіқалықов атындағы орта мектеп, берісі Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінен білім алдым. Сондай-ақ Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инженеринг университетінде магистрантпын. Жарайсыз. Қызығы мен қиындығы мол ұстаздық қызметті қалай сипаттар едіңіз? Қай ғасыр болмасын мұғалімнің орны тақтан биік деп ойлаймын. Өйткені батырдың майданда, болаттың қайнауда шынығатыны сияқты мен де оқушылардың алдына келіп сапалы сабақ өткізіп, өзім шынығып, шыңдалып жатырмын. Әрине, өзімнен үлкен тәжірибесі мол әріптестермен әдістемелік көмек алып, теориялық сауаттылығымды одан әрі жетілдіру үстіндемін. Жарайсыз, бәрекелді. Сіз ұстаздық қызмет еткен уақыт ішінде шәкірттеріңіз қандай сайыстарда төбе көрсетіп, жүлдемен оралды? Еңбек еткен 1,5 жылымның ішінде оқушыларым талай сайыстарда жүлдемен оралды. Атап айтар болсақ, дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын нашақорлыққа байланысты сайыс бар, ұстаздар күніне арналған сайыстар бар. Сондай-ақ Абай оқулары, Махамбет оқулары, Қадыр оқуларында мүшайра бағыты бойынша эссе жазудан жүлдеден кенде қалған емес. Әрине, мұның барлығы мектеп жанынан құрылған жас ақын жазушылар клубында оқушыларыма берген білімім, дарытқан ілімімнің арқасы деп түсінемін. Өзіңіз де білесіз, өткен оқу жылының 4-ші оқу тоқсанынан бастап қазақстандық мектептер карантинге жабылды. Міне, қашықтан оқыту, онлайн білім беру сізге қиынға соққан жоқ па? Кеше ғана университет тәмамдаған жас маман үшін қандай кедергілер кездесті? Әрине, синхронды білім беру жүйесі бұл қазақстандық мектептер үшін тың жаңалық болды. Бұрын құлағымыз естігенмен ол біздің мұғалімдердің тәжірибесінде болған жоқ. Мен үшін де үлкен бір күтпеген жаңалық болып табылды бұл. Бірақ мен де бұл қатардан қалмай, көштен қалмай, өзімнің университеттен алған білімімді ортаға салып, республиканың түкпір-түкпіріндегі әріптестерімнен әдістемелік көмек алмаса отырып, білгенімді оқушыларға дарытуға тырыстым. Яғни күнтізбелік тақырыптық жоспардан ауытқымадық. Сондай-ақ алдын ала бейне сабақтарды түсіріп, оқушыларға YouTube платформасына жүктеп сілтемесін жіберіп отырдық. Кейін оқушылардан кері байланыс алып, біз 4-ші тоқсанды ойдағыда аяқтадық. 4-ші тоқсанда жинаған тәжірибемізбен 2020-2021 оқу жылында солай жалғастырдық. Жарайсыз. Ал өмірлік ұстанымыңыз қандай? Өмірлік ұстанымым: мен біткен ойпаң жерге алас ағаш, емеспін жемісі көп тамаша ағаш, қалғанша жарты жаңқам мен сенікі, пайдалан қажетіңе жара салаш.